Сәлем достар. Мектепте Конституция негіздері курсын қалай жүргіземіз, әріптестер? Осы курсты жүргізетін барлық мұғалімдер ең бірінші бала құқығына байланысты заңдарды біз жақсы білуіміз керек. Енді барлық заңдар Конституциядан туындайды ғой. Ең бірінші ол мына Біріккен ұлттар ұйымының бала құқығы конвенциясы, Қазақстан Республикасының бала құқығы заңы, отбасы және неке кодексінде көрсетілген бала құқығына байланысты баптар, азаматтық әкімшілік заңдардағы барлығының ішіндегі жасөспірімдерге байланысты баптарды біз жақсы білуіміз керек. Сонымен қатар мынау дәл қазір мектепте, мысалға мектепке келген оқушылардың өздерінің отбасында немесе туыстарының үйінде немесе жаңағы жетімдер үйінде тұрса, сол жақта қандай да бір құқықтар бұзылып жатқан жоқ па, бір кішігірім диагностика жүргіземіз 5-6 сұрақпен. Өйткені егер біз Конституция негіздерін оқытып жатсақ және ол үйінде бала құқығы жаңағыдай бір зорлық-зомбылыққа ұшырап жатса, ол үлкен сәйкессіздік қой. Әрі қарай Конституция негіздерін жүргізуде әрине біз оларға баптарды жаттатқызбаймыз, баптарды оқып бермейміз. Мына өмірде болып жатқан құқық бұзушылық жағдаяттарды, оның ішіндегі балалар тарапынан туындап жатқан құқық бұзушылықтарды жағдаят ретінде талдап, одан кейін барып сабақтың соңына қарай біз оны баптармен бекітіп талдаймыз, сұрақтар қоямыз әрине. Яғни мұнда қандай құқық бұзушылық бар, мұнда қандай баппен ол жауапкершілікке тартылады деген мәселелерді сабақтың соңына қарай. Яғни біз бірден теориядан емес, бірінші өмірде болып жатқан практикалық жағдаяттарға байланысты. Сонымен қатар енді өзіміз Конституция негіздерін жүре тұра біз баламен қарым-қатынасты заң жүзінде, мәдениет негізінде құруымыз керек. Бұрынғыдай жаңағыдай аузың жап деген сөздерді енді бұдан кейін айта алмаймыз. Өйткені баланың аты бала, ол өзіңізге қойған сұрағыңызға сіз менің құқығымды бұзып отырсыз деп жауап беруі мүмкін ғой. Сонымен қатар тіпті мектепте енді құқық бұзушылық жасаған баланың өзіне де біз қатты сөйлей алмаймыз, оған қол жұмсай алмаймыз. Яғни оны жаңағыдай бір кінәлайтын жаман сөздерді айта алмаймыз. Яғни ол баламен әңгімелесу барысында өзіне сол жаңа құқық бұзушылықты не үшін жасаған, қандай залал келтірген, енді оны қалай өтетін жағдайы бар, әрі қарай не істемек жағдайы бар, сол жаңағы жәбірленуші баламен бірге татуластыру жағын ойластырамыз. Бұл өте үлкен жауапкершілікті